Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге борщ дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сорпаға сүйегімізді қайнатып аламыз. Менде алдын ала тұздап бұрышталған жас сиырдың еті. Кейін етіміз піскен соң бөлек тарелкаға түсіріп аламыз. Содан соң картофелімізді салып, бір қайнатып аламыз. Кейін сорпамызға зажарка дайындайтын боламыз. Менде гхи майы, сол қызып тұрған майға бір жуаны ұсақтап турап, жақсылап қуырамыз. Кейін оның үстіне бір ас қасық томатный пастамызды салып, тағы да жақсылап араластырып қуырамыз. Картофеліміз қайнаған соң артынан күріш саламыз. Енді ойлауыңыз мүмкін, борщқа күріш қоспайды ғой деп, негізінде күріш қосқан өте дәмді болады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Содан соң капустамызды саламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, бір қайнатып аламыз. Кейін оның үстіне үкіштен өткізілген бір орташа свекланы саламыз. Бір араластырып жіберейік. Содан соң оның үстіне артынша зажаркамызды саламыз. Толығымен маймен бірге тұтасымен солайынан саласыздар. Енді мұны да жақсылап бір араластырып қайнатамыз. Капуста мен свекламыз толығымен піскенше, піскен етімізді ұсақтап көбіктеп тураймыз. Қазір сорпамызға етімізді салмас бұрын татымына қарай тұз саламыз. Мен шамалы ғана саламын, себебі мана басында атап өткендей, менің етім алдын ала тұздап бұрышталған болатын. Енді міне туралған етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бір 5 минуттай қайнатсақ болады. Мінекей біздің борщымыз дайын болды. Қазір ыдысымызға құямыз. Өте қою да, өте сұйық та болмаған. Картофелі да езілмей, күшті болып пісіп шыққан. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.